أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم هذا المكان ليس بمكاني وهذا الشأن ليس بشأني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылмандар. Бүгінгі жұмамыз баршамызға мұбарак болсын. Бүгінгі тақырыбымыз өмірді босқа өткізбеу жайында болмақ иншалла. Бұл тақырыбымыз әрине өте маңызды. Кейде білінетін нәрселер болады, кейде білінбейтін нәрселер болады. Адам қолынан келіп тұрған жақсылықтан да құр қалып қалатын уақыты болады. Мүмкіндігі бар бола тұра істемей қалатын кезі болады. Ал мүмкіндігі бар уақыттың баршасын босқа өткізіп алатын кездер көбінесе болып жатады. Бар уақытты кезінде пайдаланбай, өзінің тура сондай мүмкіндігі бола тұра кезінде жасамай, соны аз-маз бір нәрсе жасаған адамды көрсе жарықтық деп адам жалпая қалатын кезде болады. Шіркін мынандай адам болар ма деп. Ал өзі одан асып кететін мүмкіндігі бар бола тұрар. Біз жалпы адам баласы бос нәрселерге құмар боламыз. Кез келген нәрсенің, бос нәрсені адам жақсы көреді. Ол қай тұрғыдан алсақ та. Мына хикая тыңдағанға құмарымыз ертегілер. Одан кейін мына көбінесе қызықты әңгіме ретінде анекдот дейміз. Сондай айтқанға адам құмар болады. Той-томалақ кезіп жүргенді жақсы көреді. Өйткені бұның баршасы адамның нәпсісіне, қалаған нәрсесіне сай келіп тұрады. Әзіл-сықақ театрлары болады. Түрлі-түрлі кештер өткізіп жатады әншілер. Барып соларды тыңдап жүріп, соның өлеңін жаттап жүрумен уақыттың баршасы өтеді де кетеді сонымен. Негізгі мәселеден адам құр қалады. Және адам баласы мына тіршілікті жақсы көргеннен кейін, дүние тіршілігін құмартып тұрғаннан кейін сол нәрсеге де алданып қалады. Құран Кәрімде Алла Тағала әдейі «Кәллә бәл тухиббунал аджила ва тазарунал ахирах» дейді. Сендер дүние тіршілігін жақсы көресіңдер, ақыретті тастайсыңдар деген. Бұл сол. Адам баласы көзбен көріп тұрғаннан кейін дүние істеріне құмар болып, нәпсіге сай келген нәрселерге адам құмартып, сол нәрсені істегісі келеді тұрады. Және тағы бір нәрсе, адамның бұл дүниеде алданып жүретін нәрселерінің бірі мына күнәлі істі жақсы көруі. Шын нәпсін тыйып, өзін-өзі есеп берген адам болмаса, я болмаса Құдайдың бар екенін ойлап тұрған адам болмаса, басқалары күнәлі іске құмар болады әрдайым. Бәл юридул инсану лияфджура амама ясалу айяна яумул қияма. Адамдар болашақта алдыңғы уақыттың баршасында күнәлі істер жасай бергісі келеді. Қиямет қашан болады деп сұрайды. Оған уағыз айтылған кезде, ертең Алла Тағаланың алдында барша өмірге адам есеп береді деген уақытта, сол сен айтып тұрған қиямет қашан болады деп сұрайды. Қияметтің қашан болатынын не қыласыз? Қиямет келетіні анық ол. Алла Тағаланың белгілеген күні келеді. Ол күнді белгіленген оны Алла Тағаладан басқа ешкім білмейді расында. Бірақ сол күні адамдар есеп береді. Бұның хабар жеткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінен де келіп сұраған, сол қиямет қашан болады деп. Бір кісі келіп сұрайды, мұсылман адам. Я Расулалла, қиямет қашан болады дейді. Сонда сен қияметке қандай дайындығың бар дейді. Менің айтарлықтай дайындығым жоқ, бірақ мен Алланы және елшісін жақсы көремін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сен жақсы көргеніңмен бірге боласың онда дейді. Қараңыз, бұл бізге нені көрсетеді? Адамның өзінің соған қарай дайындық жасау керек екендігін. Өмірді босқа өткізіп алмау керек екендігін. Қазіргі мына заманымыз белгілі капитализм заманы. Капитализмді білесіздер, үлкен күш бұл. Бұған қарсы тұратын ешқандай күш жоқ қазір. Бүкіл әлем осыған кірді, осы жүйеге. Бұл капитализмде байлар байып кете береді, кедейлер төмен түсіп кете береді. Бүкіл әлем бір көзқараста болады. бір дін болып кетеді бәрінікі, бір салт дәстүр болып кетеді.
ешқандай айырмашылық қалмай кетеді. Бұл капитализмнің күші осылай жаулап келе жатыр. Бұған қарсы тұратын ешқандай күш жоқ қазір. Кезінде коммунизм деді, ол коммунизмде құлады, енді тек қана жалғыз өзі ғана қалды. Енді бұған қарсы тұра алатын тек қана дін ғана. Бұл діндердің арасында ислам діні ғана. Өйткені ислам дініміздің адал, арам деп белгілеген нәрселері бар. Соның үшін өзінің жеке жүйесі болғандығы үшін ғана шариғат қарсы тұра алады бұл нәрсеге. Айтқан нәрселердің баршасын көз жұмып бағана бермейді. Өйткені адалы бар, мынау арамы бар деп бөліп тастаған шариғат. Соның үшін ғана. Мысалға айтайық, кез келген салт дәстүрді бұл қазіргі капитализм деген нәрсе құртты қазір. Қазақтың бір жігіті мен қызы кездесіп қалса қазір, кездесіп бір ресторанға барады десек, қарапайым мысалы, барып ұлттық тағам іше алады ма? Іше алмайды, ұят болып қалды қазір. Барып бір ет жейік деймін, қымыз ішейік деймін. Өзіміз күлетін шамаға жетті. Өзіміздің дәстүрдің жойылып кеткендігін көрсетеді бұл. Мысалға тағы бір қарапайым мысал берейік. Ремонт жасайтын болсаңыз, европейский ремонт жасадым десеңіз, о дейді адамдар. Ал бірақ мен бір қазақша ремонт жасадым деп айтып көріңіз, не боласыз? Жойылып кетті деген сөз бұның бар. Қай жерден бастау алып тұр, сол жерге ғана баршасы тәуелді болып қалады. Қай жерден бұл капитализм басталды, соған қарай тәуелді боламыз. Міне қараңыз, дәстүрдің баршасын жойылып бара жатқан жаһандану деген нәрсе осыған алып келеді негізгі түбі. Енді біз қарап отырсақ, осындай жағдайдың ішінде өзіміздің ұлттық дәстүріміз болсын, дініміз болсын, баршасын сақтап қалу үшін адам баласы өзінің дініне берік болу керек. Дініңіз ғана үйретеді. Қарапайым тамақ жеудің өзін сізге үйретіп тастады қазір. Сол қолмен вилканы қадайсыз, оң қолмен кесесіз де, сол қолмен жейтін қылып сізге қазір мәдениет қылып көрсетіп жатыр. Шариғат сол қолмен шайтан жейді деп айтқан, оң қолмен жеңдер деп. Бұған қарсы тұратын сізде берік сеніміңіз ғана болады. Айтпесе қалай қарсы тұрасыз? Өзіңіздің жеке одан асып кеткен пікіріңіз болмайды ғой. Соның үшін адам дініне берік болу керек, дінін жақсы үйрену керек. Сол уақытта ғана адам дұрыс тұра алады. Енді дін мәселесі десек те, адамдар дін деген уақытта кез келген мынандай нәрсені есептейді. Бір молда келеді, уағыз айтады, жаңағы қызықты хикая, әңгімелер айтады, соны тыңдап отырамыз деген ойда болады. Дін ол емес. Дін хикая емес. Дін деген кәдімгі үйреніп амалға іске асыратын нәрсе. Іске асқан уақытында сіздің өміріңізге пайда береді. Құранды оқып, хадисті оқып, соны өміріңізге енгізген уақытыңызда сізге пайда береді. Өмірге енгізбей ол пайда бермейді. Бұрынғы өткен дәуірден хабарларын келтіріп оны, сол бұрынғы замандағы өткен пайғамбарлардың, қауымдардың оқиғасын айтып беру, бұл нәрседе ғибрат болған үшін айтылады. Айтпесе, құр әңгіме болсын, отырып алып айта берейік деген нәрсе емес ешқандай. Соның үшін адамдар болмашы нәрсесіне қарай алданып кетпеу керек. Бұл дінді Алла тағала бізге түсірген уақытында осы дінмен туралықты таба алсын, өмірінің ағы мен қарасын ажыратсын, халал мен харамын ажыратсын деп түсірген. Және осы дін бізді ақыретте құтқарады. Кәміл сенгендігімізден, сол нәрсені ұстанғандығымызда өмірімізге мән келеді, береке келеді. Ал бұны түсінбейінше түсінбей өтеміз. Осы түсінбегім, сол түсінбегіммен кеткен болады. Соның үшін барынша кімнің мүмкіндігі бар, соны үйреніп алуға тырысу керек. Өйткені адамның өмірі сенімінсіз болмайды. Сенімі қандай болса, пікірі де сондай болып кетеді. Пікірді дұрыстау үшін дұрыс сенім керек. Бұлар өте маңызды нәрсе. Кейбір адамдар ақылға сүйеніп түрлі пікірлер айтады. Және намазын кейінге қалдырып қояды. Намаз парыз ғой десеңіз, ол айтады, жоқ, мен кейінірек бір пенсияға шығып алайын, содан кейін оқимын дейді. Я болмаса намазға барып жүрген адамдардың себебін айтып жатады. Бір қиналғаннан барады дейді. Екі бір қатты ауырып қалса, сондай жағдайларда барады. Я болмаса түс көргенде түсін жорытуға барады. Немесе күнәсі көбейіп кеткеннен дейді. Ал шариғаттың әмірі Алла тағала парыз етті деп соны үшін оқуымыз керек еді. Денсаулық болмай қалды деп емес, қиналып қалдым деп емес. Түсінігіміз дұрыс болу керек жасап отырған кезде. Егер Алла тағаланың әмірі осы деп орындаған кезде, ол адамға пайда береді. Ал енді денсаулығым болмай қалды, денсаулық үшін деп оқып жүрсеңіз, денсаулық үшін жасап жатқан физиотерапия болады бұл. Ажырата білу керек арасын. Қайсысы қалай болып жатыр.
Сонда ал кейбір адамдар қараңыздар, өзінің ақылын қолданып дінге қарсы шығады. Бір күні бір кісі айтып жатыр, мұны енді ана философиямен айналысып жүрген кісі құрбан айт туралы айтып жатыр. Қан шығарып, қандай ол мейрам дейді, қан шығару арқылы дейді. Қан ағызумен мейрам бола ма дейді. Оның ақылы осыған жетіп тұр. Қан ағызумен мейрам бола ма дейді. Ал Алланың әмірі не? Ол жерде бір мал құрбан шалып, соның етіне жетім жесірге беру, соларды тамақтандыру. Ет жей алмай жүрген адам, жылдап ет жей алмай жүрген адамға жәрдем ету еді. Ал ол өзінің пікіріне сеніп қай жаққа қарай бұрып жатыр. Хайырлы істен тыйып жатыр, ол өзінің басын мықты істеп тұр деп ойлап тұр солайынша. Шариғаттың үкімдерін ондай ақыл қолданып өзгерте алмаймыз біз. Ол Алла Тағала бекіткен бұны солай деп. Ол солай кете береді. Және пайдалысы да осы. Намазын кешіктірудің де бір себебі осы болады. Дүние тіршілігіне алданады, өмірін босқа өткізіп алады сөйтіп. Қартайғанда оқимын деген адам қартайған шағына жеткен уақытында жаттай алмайды, тілі келмей жүргенін көресіз. Қатты қиналып қалады бұл нәрсеге. Құран Кәрімде Алла Тағала «Сумма латусалунна йаума изин анин наим». Ол күні сендер берілген нығметтердің баршасын сұраласыңдар дейді. Бізге не берілген болса, бүкілінен Алла Тағала сұрауын алады, жауап береміз бұған. Бұл қалай болды? Не істедіңіз? Қай жерде өміріңізді өткіздіңіз? Жастық шағыңызды немен өткіздіңіз? Баршасы есепке алынады. Сол уақытта өмір босқа өткен болса, адам өміріне келгеніне өкініп, өзіне өз лағнет айтатын уақыт сол кезде болады. Осы күнге жетпей тұрып, адам пайдалы іске бірден көшу керек. Бір мысал айта кетейік, осы Такасур сүресінің түсуіне себеп болған оқиғалардың бірі Аус пен Хазраш деген екі тайпа болады Мадина қаласында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көшіп барған уақытта екеуі бірін-бірімен қатты дұшпан тайпалар еді. Сонда олар бақталастыққа түсіп, кімнің адамы көп санайық дейді. Сонда бір санақ жүргізген уақыттарында Хазраш тайпасы көп болып шығады. Сонда Аус айтады, жоқ дейді. Бұл әділ санақ болмады, өлгендерімізге дейін санаймыз дейді. Өлі тіріміз баршасын деп. Қайтадан санақ жүргізген уақытында қабірдегі өліп жатқандарына дейін санап, Аус тайпасы күшті енді көп болып шығады арасынан Хазраштан. Сонда қараңыз, осы санақтарын, талас тартыстарын Алла Тағала Құран Кәрімде келтірген осы еді дейді. Әлхакумут такасур хатта зуртумул мақабир. Сендерді көбею ісі алдандырды, тіпті қабірге дейін бардыңдар деген. Қабірге дейін санап шыққан өлгендеріне дейін. Адамдар сол істерін ең хайырлы іс деп ойлап жүр. Жақсы іс істедік деп жүр. Көптіктерін айтып мақтанып жүр. Бірақ Алла Тағала аяттың жалғасында «Кәллә сауфа та'ламун, сумма кәллә сауфа та'ламун, кәллә лау та'ламуна илмал яқин, ла тарауnnал жахим». Жоқ, сендер білесіңдер, өте жақында білесіңдер. Егер анық көздерің жеткен болса, сендер тозаққа кіресіңдер деп Алла Тағала тозақты уәде қылған. Бұл бос нәрсе екендігі, ондай көптікті айтып мақтаныш емес екендігі. Және жастарымыз көп нәрседе алданатын себептері. Бәрін көріп қалайық деу. Қызықты көріп қалам деп жүрген уақытта өмірдің баршасы өтеді. Бұл шайтанның азғыры, бұған ермеу керек. Жас кезімде көріп қалайын, ертең қартайғанда не көрем деген сияқты. Ондай емес, жас кезде пайдалы ғылымға қолдану керек. Жақсы-жақсы ақыл кеңестер тыңдауға, жақсы мақалалар оқуға, тиімді нәрсемен пайдалануға. Сондай нәрсеге жұмсау керек. Ал енді ақыретте дейді, көпшілік адамдарымыз айтатыны, көппен бірге көреміз дейді. Сол жағы барған көппен бірге көреміз. Сонда мына дүниедегідей көппен бірге ығысып өтіп кетем деген ой ғой бұл. Ондай нәрсе жоқ қой. Алла Тағала Құран Кәрімде «Валақад жи'тумуна фурода кама халақнакум аувала марра». Сендерді әуел баста қалай жаратқан болсақ, тура солай жеке-жеке келесіңдер деген. Жеке-жеке есеп береді. Көппен бірге ығысып кетіп қала алмайсыз. Ол мүмкін емес ондай түсінік. Шариғаттың үкімдерін дұрыс түсініп, соған үйренсек, дұрысына қарай үйренсек, сол уақытта бізге пайда береді. Ісіміз берекеленгенін көресіз. Өйткені адал мен арамды ажырата алған адам мен ажыратылмаған адам тең емес ешқашан. Абу Ханифа
өзінің баласы Хаммадты үйреткен кісіге, Хаммадқа Құранның аятын үйреткен адамға бір табақ қолынан келген алтын беріп жіберген екен. Сөйтіп айтады, егер мал дүнием көп болғанда саған көбірек беретін едім деген. Мынаның өзі көп қой дейді, бір табақ алтын беру. Сонда жоқ дейді, адал мен арамды үйрету ең үлкен нәрсе деген. Ол мына алтынға тұратын нәрсе емес деп. Адамның өмірінде адалын, арамын ажырата үйренуі бұл үлкен нәрселерден. Мына тіршілігімізді жақсы пайдаланып, сауапты іс істейтін болсақ, ұзақ өмір пайда береді. Алла тағала мушриктер мен яһудилер туралы айтқан уақытта, олар ақыреттен гөрі дүние тіршілігін жақсы көретіндігін айтады. Яwaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana. Олардың әрбірі 1000 жыл өмір сүргісі келеді. Wa ma huwa bimuzahzihi min al'azabi an yu'ammar. Олар соншалықты ұзақ өмір сүрумен тозақтан құтылып кетпейді ғой деген. Кімнің өмірі ұзақ болып, амалы салихалы болса, жақсы істерді жасап жүрген болса, өмірінде бұл адамның өмірі пайда береді. Ал бірақ босқа өткен 100 жыл болса, оны біз 100-ге келді деп мақтап жатамыз, бірақ ол 100-ге келген мақтаныш емес, оның жақсылығы жоқ. Тозаққа түсіп, азабын арттырмаса, ол нәрсе оған пайда бермейді. Ұзақ өмірі бар адам ұзақ көбірек жақсылықтар жасау керек. Сонда ол адамның өмірі қайырлы болады. Дүниесіне де пайдалы, ақыретіне де пайдалы болады. Мына көрсеңіздер, біз былай жасап жатамыз. Адам өлген кезінде 70 000 тәспі тартып жатамыз, тахлил тарттырады. Белгілі жерлерде бар бұл. Кейбір жерлерде жоқ. 70 000 рет тәспі тарттырып сауабын бағыштап жатады. Өлгеннен кейін қабіріне барып жерлеп қойғаннан кейін талқын айтқызады. Тіліңді ла илаха иллаллах калимасына келтір деп қабірге көміп тастаған адамға айтып жатамыз. Бұл не нәрсе? Адам бұл тахлилін айтатын болса, 70 000 рет айту деген адам тірі кезінде айтсын деп ғалымдар әдейі солай бекіткен. Өйткені тірі кезінде көптеп адам тасписын тартсын, көптеп калимасын айтып жүрсін. 70 000 рет ла илаха иллаллах деп айтқан адам жүрегіне калима сіңіп қалады. Өлер кезінде айта алады, бұған шамасы жетеді осы сөз айтуға. Тірі кезінде айтсын деген. Өліп қалған адамға оның артынан 70 000 рет тартып жатсаңыз, ол өмірінде бір рет айтпаған болса ол сөзді, сіз қайтып пайда тигізесіз оған? Я болмаса, талқын дегенде сол, өлер кезінде ла илаха иллаллах деп айтқызу, өлейін деп жатқан адамға. Кімде-кімнің соңғы сөзі ла илаха иллаллах болатын болса, ол адам жаннатқа кірді дейді пайғамбарымыз. Енді осыны өлейін деп жатқан адамға айтқызуға емес, біз өліп қалған адамға айтамыз бар қабіріне. Өліп қалған адам пайда айтады енді оны. Тірі кезінде айтқызу керек. Пайда тигізу дегенде сол болады. Яғни пайдалы жағына қарай өтіп отыруымыз керек енді. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде калиматани хафифатани алал лисан, сақилатани фил мизан, хабибатани илар рахман. Екі сөз бар, тілге жеңіл, таразда ауыр басады, Алла тағала жақсы көреді бұл сөздерді. Дейді, сөйтеді, екі сөзді айтады. Субханаллахи ва бихамдихи ва субханаллахил азим. Екі-ақ сөз. Осы екі сөзді көп айту керек екендігін. Субханаллахи ва бихамдихи ва субханаллахил азим деп осы екі сөзді айтып жүру керек екендігін. Тілге өте жеңіл, таразда ауыр басады, Алла тағаланың жақсы көретін сөздері. Жаттап алу қиын ба? Өте оңай. Жаттап алып айтып жүру керек. Инна Аллаха та'ала катаба лихсана аля кулли шей. Алла тағала жақсылықты, яғни сауапты істі әрбір адамның амалына, әрбір істейтін ісіңізге жазып қойған. Қандай істі де істесеңіз, дұрыс істердің баршасында сауап бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны білдіреді хадисінде. Ат-тухур шатрул иман. Тазалық иманның жартысы. Таза жүрген адам сауабын алып жүр деген сөз. Иманның жартысы тазалық деген. Тазалықты үгіттеген әдейі. Вальхамдулиллахи тамлаул мизан. Альхамдулилля деп айту таразын толтырады дейді. Кім альхамдулилля деп айта алмайды? Қиын сөз емес қой бұл. Альхамдулилля деп айтсаңыз таразыңыз толтырады деп отыр. Қаншалықты көп айтсаңыз соншалықты пайда береді ғой. Ва субханаллахи вальхамдулиллахи тамлаани ау тамлау ма байна ас-самаи вал ард. Субханаллах және альхамдулилля деп айту
көктер мен жердің арасын толтырады деген. Қандай үлкен сауап. Біз мына дүние тіршілігіне алдануымыздың себебі де осы. Бір нәрсені істесек, бірден ақысын алғаннан кейін соған қуанып қаламыз. Соны істегіміз келеді. Намаз десе намаздың сауабын көрмегеннен кейін оны жасай алмаймыз. Жасауға ынтықта болмай тұрамыз. Ал бірақ не екен? Ал мына жерде бір жұмыс істесеңіз, сол жерде ақшасын беретін болғандықтан бірден соны қазір жұмыс істейік, бала шағаны бағу керек, ертең намазды оқи жатам ғой дейді. Ол ондай емес, қараңыз. Бұл сауаптардың қандай екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Ертең қиямет күні болған кезде Араф деген жер болады, жәннат пен тозақтың ортасындағы бір мекен. Бұл жерде үкімі берілмеген, жәннатқа кіре ме, тозаққа кіре ме, әлі үкімі шығарылмаған адамдар уақытша тұрады, үкімі берілгенге дейін. Бұл жерде Араф деп айтылады. Құранда сол жерде тұрған уақытында адам баласы қатты өкінішке кіретіндігі айтылады. Әттеген-ай, бір рет субханалла деп айтқанымда өтіп кетіп едім болды жәннатқа деп. Қандай өкініш болады. Ал қазір кім айта алмайды? Айта алмайсыз ба субханалла деп? Альхамдулилля деп айта алмайсыз ба? Айта аласыз. Әркімнің шамасы жетеді. Алла Тағала ондай мүмкіндікті беріп тұр, сауап жинасын деп. Мешітке келіп жүрміз. Альхамдулилля, бізді мұсылман қылып жаратты. Қаншама көптеген сауаптар бар. Ол нәрседен бейхабар болып қалып кетеміз. Уассалату нурун, намаз нұр болады деген. Уассадақату бурхан, садақа дәлел болады. Уассабру дияун, сабыр адамға сәуле болады ертең қиямет күні. Бұның баршасы бізге ертең қиямет күні пайда беретіндігі. Уал Құрану худжатун лака ва алейк. Құран сенің пайдаңа немесе зияныңа дәлел болады дейді. Сіз Құран оқып білсеңіз, онымен амал етуге талпындыңыз ба, талпынбадыңыз ба? Оның баршасы ертең Құран сіздің пайдаңызға, не зияныңызға дәлел болады. Я құрдымға кетуіңізге, я болмаса жақсылыққа жетуіңізге себепкер болады. Бұл Алла Тағала Құран Кәримді түсірді бізге. Амал қылсын деп осымен, өмірінде іске асырсын деп түсірді. Енді бұл Құран Кәримде өзінің ішінде аят бар. Юдиллу бихи кафира ва яхди бихи кафира. Осы Құранмен Алла Тағала көпшілікті адастырады, көпшілікті тура жолға салады деген. Адамның ниетіне қарай бұл. Құран оқылған уақытта кезінде бұл мысал ретінде айта кетейік, тарихтан ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Құранды алып келген уақытында Мекке құрайыштар кәпір болды ғой бірден. Құран арқылы кәпір болды олар. Қабылдаған жоқ. Қарсы болды. Ойдан шығардым деді. Бұрынғылардың әңгімесі мынау деді. Бұл сөзді қазіргі заманның адамдары да айтады. Бас өзгеріп кеткен жоқ ешқандай. Құран Кәрим соның үшін қияметке дейін жалғасады. Бұрынғы заманның адамдары не деп айтты? Иза тутла алейхи аятуна қалу асатирул ауалин. Оларға біздің аяттарымыз оқылған уақытта мұнау бұрынғылардың әңгімесі деп айтты дейді. Яғни 7-ші ғасырдың адамдары айтқан, біз 7-ші ғасырда өмір сүріп жатқан адамбыз. Мұнауың сенің бұрынғылардың әңгімесі деген. Қазір заманның адамы айтады, біз 21-ші ғасырдамыз, сен 7-ші ғасырдың әңгімесін айтып отырсың дейді. Бас өзгеріп кеткен жоқ. Тура сол бас. Бірақ мұъминдердің пікірі сол пікір болады бәрібір. Иман келтіргендер тура бұрынғылар қалай жасаған болса, тура сол нәрсемен бірдей болады сонда. Яғни иман келтірген болса, бұлар да иман келтіреді. Соған қарай амал жасаған болса, іске асырған болса, өмірде іске асырады. Сенген адамдар мен сенбеген адам тең болмайды. Ал енді сахабидің иманымен енді біздің иман тең емес қой, ол белгілі нәрсе. Бірақ мұсылмандардың сипаты сол Құран мен хадиске амал ету. Сол арқылы өмірі ерекшеленеді. Шариғат міне иман деген нәрсе осы нәрсенің баршасын түзейді. Көзқарасыңызды дұрыстап береді сізге. Өміріңізге мәні мен берекесінің болуы осыда болады. Күллу наси яғду. Адамдардың әрбірі таңертең шығады. Фабаян нафсаху. Өзін өзі саудаға салады. Фамуатиқуха ау мубиқуха. Өзін өзі я құтқарады, немесе құрдымға кетіреді деген. Әр адам таңертең үйінен шығып, тіршілігіне қарай жүрген уақытта өзін өзі саудаға салды деген сөз. Сол күніңізге сіздің жаңа парақ ашылды. Ол күніңізді жақсылықпен өткізесіз ба, жаманшылықпен өткізесіз ба? Жақсылықпен өткізсеңіз құтылдыңыз, жамандықпен өткіздіңіз, тұтылдыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі осы.
Біз осылардан нені көреміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішігірім, бізге оңай болып тұрған нәрселердің өзін әдейі көрсетіп жатыр. Жасасын деп. Айюханнас тубу илаллахи вастағфируху фа инни атубу илейхи фил йауми миата маррах дейді. Ей адамдар, Алла Тағалаға тәубе етіп, одан кешірім сұраңдар. Мен күніне 100 рет тәубе жасап истиғфар етемін деп айтқан. 100 рет. Бұл 100 рет тәубе деген қалай болады? Адам күніне 100 рет тәубе жасап үлгере ма деген? Истиғфар жасап үлгере ма? Сіз астағфирулла деп күніне 100 рет айта алмайсыз ба? Айта аласыз ба? 10-15 минутта айтып тастайсыз, айтам десеңіз тоқтамай. Астағфирулланы тіпті 5 минутта айтуға болады. Астағфируллаху атубу илейх деп айтатын болсаңыз, күніне 100 рет айта аласыз, шамаңыз келеді. Жаса деп отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына хадисте альхамдулилля деп айту керек екені, субханалла деп айту керек екендігі. Баршасы бізге тілге оңай келген нәрселер, осылар арқылы жер мен көктің ортасын толтыратын сауаптарды жинасын деп айтып жатыр. Бұл нәрселерімізден бос қалмауымыз керек. Ізгі істерге қарай жөнелуіміз керек. Сол уақытта біздің өміріміз дұрыс болады. Сауабымыз, ертеңгі күніміз үшін сауаптарымыз жинаймыз. Алла Тағала осы айтылып жатқан уағыздарымызға сай баршамыздың амал етуімізді нәсіп етсін. Бүгінгі жұмамыз баршамызға мұбарак болсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.